Күйеуіңізбен ара қатынасы дұрыс болмаса, басқа біреумен сөйлесіп жүрмеңіз. Сондай жағдайлармен де келіп жатыр маған адамдар. Біреумен сөйлесіп қойдым, ғашық болдым, ұнатып қалдым, ұмыта алмаймын, не істесем болады деген сияқты. Өзінің күйеуі, бала шағасы бар. Ондай қателік жасамаңыздар, құрметті әйелдер. Ондай қателікті сіздің ата-анаңыз да, бауырларыңыз да, өзіңіздің балаңыз да кешіре алмайды. Солай өз-өзіне қол жұмсайтын немесе өзінің семьясынан айырылып, сондай жігіттерге барып қор болып жүргендер де бар. Күйеуім көңіл бөлмейді, внимание бермейді деп Инстаграмда, ТикТокта жай сөйлесіп танысудың өзінен аулақ болыңыз. Біреу жылы сөз айтса, біреу сіздің жаныңызды түсініп, жаны ашып, жақсы сөйлесе беруі мүмкін. Сондай нәрсеге алданып, қателік жасамаңыздар. Одан да консультация алып, өзіңіздің күйеуіңізбен ара қатынасты дұрыстаңыз. Егер күйеуіңізді жек көріп, ұнатпай, көңіліңіз қалып, олмен бірге тұрғыңыз келмесе де, ара қатынасты реттеп, бақытты болып, жақсы өмір сүруге болады. Консультацияға жазылу үшін менің жекеме жазыңыз.